Каспий теңізінде төтенше оқиға зардаптарын жою бойынша халықаралық оқу-жаттығу шарасы өтті. Баутино портында Қазақстан, Ресей, Әзербайжан құтқарушылары қолданыстағы техниканың пәрменімен бірлескен іс-қимылды сынады. Түркменстан мамандары байқаушы ретінде ғана қатысты, ал Иран техникалық себептерге байланысты оқу-жаттығуға келе алмады. Мұнай бұрғылау қондырғысы аяқ астынан тұтанды. Жалын кемеге жайылып, мұнай өнімдеріне қауіп төндіреді. Борттағы 25 адамның 10-ын күйік шалды. Шараның сценарийі аты шабыс жанрындағы фильмге ұқсас. Надеюсь, справимся с нашей боевой задачей. Надеюсь, что это только учение. Оқыс оқиғаға 500-ден астам құтқарушы, өрт сөндіруші мен ұшқыш жұмылдырылды. Жүргізушілер 75 арнайы техникада жұмыс істеді. Жалындаған өртті әуеден 6 тікұшақ пен 1 ұшақ ауыздықтауға кірісті. Определенные погодные условия. Ауа райының белгілі бір жағдайы авиацияны қолдануға өзгеріс енгізді. Яғни B-200 ұшағымен су алынбады. Тербелістің болуынан әрине. Бұл жерде ұшқыш суды алу алмауды өзі шешетін болады. Шын мәнінде төтенше жағдай болса, ұшқыштар суды алар еді. Алайда оқу-жаттығу шарасында біз мұндай тәуекелге бармадық. Өрт ауыздықталып, адамдар құтқарылды, ал зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілді. Оқу-жаттығудың басты мақсаты Каспий жағасындағы елдердің құтқару қызметінің бірлескен іс-қимылын күшейту. Қазақстанның ішкі істер министрлігі қосымша техника сатып алу мәселесін көтермек. Өздеріңіз байқап отырсыздар, акваторияда әуе кемелерде белсенді жұмыс істеді. Ең алдымен бұл шұғыл жеткізілім. Одан кейін бізге мұнай өндіретін платформадаға өрт сөндіретін теңіз кемелері де қажет. Талдау бар. Үкіметтен бөлімшелердің техникалық базасын қамту бойынша нақты шараларды қабылдауды сұрайтын боламыз. Учение это как айсберг. Оқу-жаттығу деген айсберг сияқты. Жоғарғы жағы кішкентайды, астыңғы жағы үлкен. Төменгі бөлігі бойынша жұмысты атқардық. Сондықтан болашақта бірлескен жұмыста мәселелер туындамайды деп ойлаймын. Мамандар оқыс оқиға бола қалса, көрші мемлекеттен көмек бірнеше сағатта немесе тәулікте жететінін түсінді. Бұл ретте көп мәселе техникаға байланысты. Сондықтан арнайы көліктерге ақша үнемдеудің қажеті жоқ деген байлам жасалды. Дәуренбек Бағдәулет, Әсемгүл Мұхитқызы, Астана телеарнасы, Ақтаудан.